Hoş geldiniz Kamşat apay. Сәлеметсіз бе Камшат Байғазы? Hoş geldiniz Kamşat apay. Саламатсыз ба Камшат апа? O Kamşat apay. Камшат апай, біз сіз туралы білгіміз келеді. Армысыздар, туған жерім тірегім, бармысыздар, дархан қазақ киелім. Еңбегіммен барқытталам болмаса, Камшат емес, мен де көптің бір едім. Биыл менің рухымды не оятқан? Қара жерді сары алтынға боятқам. Берекенің қамбасынан май аққан, жұмысшы маман жыл екен ғой жаратқан. Мен туралы білгің келсе қырға бар. Бөтенсімес қара жер сай жылғалар. Мен туралы білгің келсе жер анаға құлақ тұр. Қара терім тамған жер мен туралы сыр қағар. Мен туралы білгің келсе Ғафу Қайырбековтың еңбегімді ерлік еткен поэмасын оқып біл. Мен туралы самал желде тербеледі әуенмен. Демек желде Бәкір Тәжібаевтың маған жазған сырлы сазды әні жүр. Сүлеев пен Германовтар түсірген фильмді де тамашалап көрдің сен. Оңғарсынова Фариза біздің Камшат деп жазған. Ұмытылмас мәңгі тарих жырмын мен. Ерен еңбек еш болмайды жалғанда. Бақ береді ел деп жанын салғанға. Білгің келсе еңбегімнің бағасын, Ақылбек Шаяхметтің пьесасын көр, таңданба. Тізгінім темір болса да, бағым жанған, бақ қонған, талай кешіп қарлы су, аяқ сыздап, қол тоңған. 35 жыл өмірді егістікке арнағам. Өмір жолым, салған ізім қызық болса мен саған. Қыдырбек Қиысханның мен туралы толғаған Камшат атты шығармасын ұсынам. Шығармада бас кейіпкер мен болам. Адал адам ғажап ғұмыр кешеді. Адал табыс еңбегінің есесі. Ақын, сазгер, жазушылар тұрғанда, еңбек адамы өшпес тарих кешегі.